Қайырлы күн, құрметті оқырмандарым, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен өте дәмді болып шығатын мега шоколадный пирог дайындайтын боламыз. Пирогтың жасалу жолымен құрамына кіретін заттардың барлық мөлшерін айтатын боламын. Видеоның соңына дейін қарап өткізіп алмаңыз. Ең алдымен таза ыдысымызға 3 жұмыртқаны жарып, үстіне құмшекеріміз сеуіп, жақсылап миксердің көмегімен ағарғанша араластырып аламыз. Жұмыртқаны бөлме температурасында қолданамыз. Сол кезде біздің бисквитіміз биік болып шығады. Жұмыртқаны ағарғанша жақсылап миксермен араластырып аламыз. Енді үстінен 1 стакан айран. Айранда жылы болу керек, және сұйық май құйдық жарты стакан. Барлық мөлшерлерін астына описание бөліміне граммын жазып қалдыратын боламын. Енді ұнымызды алдымен електен өткізіп алдым. Оның үстінен какао және сода саламыз. Разрыхлитель салса да болады. Менде сол разрыхлитель бітіп қалғандықтан сода салдым. Егер сіздерде разрыхлитель бар болса, жарты шай қасық сода және 1 шай қасық разрыхлитель салсаңыз, пирогыңыз әдемі биік болып шығады. Осылардың барлығын қосып араластырамыз. Мінеки осындай 1 келкі масса шығады. Қою емес, сұйық емес, орташа мөлшердегі осындай масса шықты. Енді осыны табамызға салып пісіреміз. Мендегі форманың мөлшері, размері 23-23. Домалақ формаға да пісіруге болады. Яғни 24-25 диаметрлі формаға пісіруге болады. Осыны 180 градуста 35-40 минут пісіріп аламыз. Пирог пісіп әбден суыған соң, оны формадан босатып, бетіне глазур дайындаймыз. Шоколадный глазурды су моншасында сұйық сары маймен шоколадты араластырып ертеміз. Қасықпен үздіксіз араластырып отырып, әбден еріген соң 2 минутқа кішкене суытып, одан соң жаңағы пирогымыздың бетіне түгелдей жағып шығамыз. Шоколадты глазурды пирогтың бетіне, жан-жағына түгелдей бірдей етіп тегістеп жағып шығамыз. Шоколад болмаса, жай ғана сахарный пудраны, яғни қант ұнтағын сеуіп, жей берсеңіздер де болады. Теңдей етіп 16 бөлікке бөліп, шаймен ұсынып жей беруге болады. Өте дәмді болып шығады. Жасап көріңіздер. Қонақ келгенде жасасаңыздар да ұялмайсыздар. Дастарханға қойғанда барлық отбасы мүшелеріне түгел жетеді. Бұдан да кішілеу етіп кессеңіздер болады. Сол кезде бұдан да көбірек пирожный шығады. Яғни үстіне осындай жаңғақтарды майдалап сеуіп шықтым. Ол да әсемдік береді. Мінеки осымен біздің пирогымыз дайын болды. Кішкене салқындатып жесеңіздер болады. Өте дәмді болып шығады. Жасап көріңіздер. Ал сіздерге видео рецепт ұнаса, менің каналыма тіркеліп, лайк басып, астына пікір жазып қалдыруды ұмытпаңыздар.